Бүгін 2 ақпан Мұхтар ағамның туған күні. Мұхтар Әлиев халық қаһарманы, академик, әлем азаматы, бүкіл дүниежүзілік хирургтардың мүшесі, алтын скальпель иесі, Американың 2 штатының құрметті азаматы, хирургия саласында нағыз майталман, ең шыңға жеткен қазақтан шыққан хирургтардың ішіндегі ең озық ойлы, ақылды, парасатты, сондай ұлы адамның бірі болды. Қазір міне 93 жасқа келіп жатыр. Бүгін туған күнінде еске алып, көптеген оғысының ізбасарлары, ағайын туысқандары, шәкірттері бүгін құттықтау тілектерін айтып жатқан күні мен барлықтарына рахмет айтқым келеді. Мұхтар ағам менің әкемнің туған інісі. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Бөртескен деген кішкене ғана разъезде бір 6-7 үй болған. Сол жерде туып өскен. Әкесі 12 жасқа келгенде дүниеден озып, шешесі 9 жасында қайтыс болған. Әкем Мұқан және бір қарындасы Ажаргүл жастық шақтар қиыншылықтармен өскен. Темір станциясында мектепте мұғалім болады. Мұғалім оқып жүріп, бұл менің мамандығым емес, мен дәрігер болғым келеді деп армандаған. Өйткені анасы қатты аурудан қайтыс болғанда, мен дәрігер болғанда анам тірі қалатын еді деген ой болған, мақсат болған. Сөйтіп анасы себеп болып, қатты сол мұғалім болып жүргенде оқуға дайындалып, ағасы ол кісінің армиядан келгеннен кейін Мұханға сен енді мен оқимын, мен сен оқы деп інісін Алматыға жібереді. Алматыға ол кезде қазақ жастарын медицинаға, жоғары оқуындарға жақсы қабылдап алған кез, сол кезде Мұхан барып медицинаға оқуға түседі. Кейін Темір совхозына келіп, Темір совхозына Отырар ауданы қазіргі Темір совхозы Шәмші Қалдаяқов атындағы ауыл болды қазір. Мына сонда келіп, фельдшерлік пунктке дәрігер болып орналасып жұмыс істейді. Онымен бірге сол кезде Шәмші Қалдаяқов ағамыз қазіргі Вальс королі екеуінің достығы сол күннен басталып, сол Шәмші екеуінің достығы кейін жалғасып, өмірде әр уақытта достықтардың үйлерінде мен талай куәмін, көргенмін. Кейін Шәмші қайтыс болғаннан кейін ағам Шәмшінің атын есте қалдыру керек деп, Шәмші Қалдаяқов атындағы парасат қорын құрып, бірінші фестивалін Алматы қаласында үлкен дворецте, ол кезде Ленин атындағы сарай болатын, сонда өткіздік. Ағам сонда сөз сөйлеп, Шәмшінің алғаш фестивалін өткізгенбіз. Бұл фестивалды фондты басқаруға әрғай Мұхан Шәмшінің баласына тапсырды. Сол енді қазір жалғасын тауып, әлі Қазақстанда Шәмші Қалдаяқов атындағы фестиваль өтіп жатыр жылда. Көптеген іс жасалды. Алғашқы іс жасағаны ол кісі арнайы хат жазып, елбасыға сол кезде еліміз президентіне ұсыныстар айтып, Алматыдағы Шәмші Қалдаяқов атындағы көшенің атын бергізді. Ол бұрынғы 8 март көшесі еді. Қазақстанның халық артисі деген атақ алып берді сол кезде. Енді Мұханның хирургиялық қасиетін барлық азаматтар айтып жатыр ғой. Мен ол кісінің адамгершілік, елге жасаған қамқорлығы, әсіресе жетім жесірге жасаған көмегін мен айтқым келеді. Ол кезде жетім өскеннен кейін болу керек. Келген сайын оңтүстік өңірге менің көзім көргені жетім жесірлерді 100-150-ге шейін балдарға сүндет жасап өзінің қасында дәрігерлік коллективімен келіп, той өткізіп, оларға бағалы сыйлықтарын беріп, оқу құралдарын түгел жабдықтап, жылда өткізетін. Темірлан селосында үлкен дәрігерлік больница салдырды. Республикадан дайын проектін әкеліп орнаттық. Облыстық ауруханаға көлеміндегі больница. Басқа бір облыстан тартып алынған жоқ. Кейбір кісілер осылай түсінбеушілік жасап жатыр. Ол арнайы проектпен салынды. Қаржысын мемлекеттен сұрап алып, сөйтіп Ордабасы ауданына салынған больница. Ол ешқандай облыстан тартып алған жоқ. Қанша мектеп, больница салдыруға үлес қосты. Жаңақорғандағы, Қызылордадағы мектеп больницалар салуға, міне ол кісі министр отырғанда алғашқы медицина көмек жасайтын әр ауылда пункттер болуға осы кісі енгізген. Мұхтар ағамыз тек қана больница емес, туған ауылы Талап деген Қызылорда облысында мешіт салып бастады бірінші. Отырар ауданында Арсанбаб мешітін салып берді. Темір ауылында мешіт салып берді. Және Қаскелеңде тағы бір мешіт салды. Қолынан келген көмегін ол халыққа деген еш уақытта аяған емес. Алтын қолды хирург деп, халық бекер ол атақты ол кісіге берген жоқ. Өйткені бұл кісі нағыз халықтың таланттың адамы еді. Саясатпен еш уақытта жұмысы болмаған. Көптеген азаматтар айтады ғой, құдасы тағы басқа деп. Мұхтар Әлиев Қонаев президент болып тұрғанда министр болған. Кейінгі президенттің Назарбаевтың кезінде керісінше министрден түсіріп тастаған, құдасы болғаннан кейін, болатын болғаннан кейін. Мұханға
құдалық жолын жабыстырудың қажеті жоқ деп есептеймін. Өйткені Мұхаң өзінің талабымен, таланттылығымен шыңға шыққан адам. Назарбаевтан бұрын шыққан. Ал енді осыны қорытындылай келе, бүгін көптеген елдің, халықтың осындай көптеген ұсыныстарын оқи отырып, үлкен терең ойға кеттім. Шынында неге бұл кісіге көше, әйтпесе бір медицина мекеменің аты, ауылдың атын беруге болмайды деген ой түсіп отыр. Өйткені 90 жылдық тойына орай біз ол кісіге көше осы мекеме аттарын беруге ұсыныс жасағанбыз. Оған жауапке алдық. Мәдениет министрлігінде тарихи тұлғаға арналған тізім бар екен. Мұхтар Алиев ағамыз сол тізімге, тарихи тұлға деген тізімге енбей қалыпты. Халық қаһарманы, академик, профессор, 33 мыңнан астам адамға операция жасаған, бүкіл дүниежүзілік хирургтардың мүшесі, әлем азаматының сол тізімге енбегеніне шынында өзім таңғаламын. Халықтың осы ұсынысын мен ойлаймын, бізді еститін мемлекет осыны еститіп бір қорытынды шығарады деп ойлаймын.